Енді біздің топтың негізгі зерттейтін бағыты Алжир түрмесінде отырған әйелдердің ақталуы, сонымен қатар. Енді бұл бағытта біздің топта 3 ғылым өкілдері, ғылым докторлары, кандидаттар жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар Алжир музейінің ғылыми қызметкерлері, 2 ғылыми қызметкер және мен 6 адам жұмыс жасап жатырмыз. Осы өткен уақытта Алжирға байланысты үлкен жұмыстар жасалды. Ол жерде жаңағы 7200-ден артық әйелдің толық жаңағы сотталғаны, не үшін сотталғаны, қандай статьямен отырғаны, қанша жыл отырғаны, ақталған, ақталмағаны, ұлттық бағытта қазақстандық ба жоқ, басқа елден келген бе, осы бойынша біршама жұмыс жасалды. Әлі де істелетін жұмыс өте көп, өйткені Алжир түрмесінен 20 мыңға жуық әйел өткен. Оның енді қазір 7500-ден артығы ғана нақты белгілі, қалғандары архивтік құжаттар көбі жоқ, болмаса басқа жақтарға алынып кеткен, болмаса жоғалтылып жіберген кезінде. Сол бойынша енді қазір жабық архивтарды ашылу бойынша өкіметтен тапсырма келді. Ол ашылып жатыр, ғалымдар сол бойынша жұмыс жасап жатыр. Жалпы осы ГУЛАГ жүйесіндегі лагерлер Қазақстанның солтүстік, орталық Қазақстанда көптеп орналасқан, сонымен бірге батыс Қазақстанда болған. Осы Алматы қаласының өзінде 1917 жылы жұмыс жасаған НКВД-ның үштігі дейміз ғой, сол үштіктің шешімі бойынша 7000-ға жуық адамның өзі бір жылдың өзінде осы лагерлерге сотталған, шешімді осы лагерлерге жіберу туралы қабылдаған. Бірақ сол адамдардың арасының өзінен әлі күнге дейін ақталмағандар баршылық екен. Біз оны бүгінгі таңда тізімін анықтап отырмыз. Ал енді осы қолда бар құжаттарға қарап отырып, осы сотталған адамдардың әлеуметтік бейнесін жасайтын болсақ, көбінесе бізде қазір қолымыздағы бар құжаттарда тізімде ер адамдар кездеседі. Ал ұлттарына келетін болсақ, бұл жерде орыстар да, қазақтар да, ұйғырлар да, поляктар да кездеседі. Демек, осы Алматы қаласы мен Алматы облысында тұрған барлық ұлт өкілдерін қазақ, орыс деп бөлмей, бәрін жаппай қуғын сүргінге ұшыратқан. Енді қазіргі кезде Қазақстанда лагерлер желісі бойынша біздер көбінде танымалы Алжир лагері, сосын Карлаг білетіндер, ГУЛАГ жүйесіндегілер. Ал енді біздер соңғы кезде осы саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау бойынша, толық ақтау бойынша жұмыс тобы өзіміздің аймақ бойынша, батыс Қазақстан бойынша бірнеше лагерлер желісі болғанын таптық. Қазіргі кезде осы тек қана біздің батыс Қазақстан облысы бойынша ең ірі 3 лагер желісі анықталып отыр. Бұл өзіміздің жаңағы жергілікті бұрынғы НКВД, қазіргі қауіпсіздік комитетінің архивынан, құжатынан табылған құжаттар, олар былай дәл қолымызда материалдар қазір тапқан бойынша былайша 3 бағытта бөлінеді, 3 үлкен лагер. Ол ең үлкені Каменлаг. Ол біздің батыс Қазақстан облысының қазір Саратов облысымен шектесетін территориясында болған. Қазіргі Тасқала ауданының территориясында Ешкітау дейтін үлкен жер бар. Сол жерде әскери база орналасқан деп жорамалдап тұрмыз. Сол жерде әскери базада негізі көп құжаттарда біздерге жер ауып келген, басқа Ресейдің ішкі аймақтарынан, Украинадан, Белоруссиядан әсіресе көбінде келген басқа шешен ұлтының өкілдері, Карашаева-Черкес өкілдері бар, және түріктер бар ішінде, тағы басқа ұлттың өкілдері осы Каменлагта тұтқында болған. Бізде осы табылған 3 бағыт бойынша лагердегі тұтқындар, олар 2000-нан 5000-ға дейін адамдар болған. Осы Каменлагтың территориясында ұсталған біздің жергілікті емес, керісінше батыс Қазақстан облысынан жер аударылғандар болған. Олар сол жерде еңбекпен сүйту лагерлерінде жұмыс жасаған, және ол жергілікті халық білмеген, ешкім халықпен араласпаған, көбінде басқа жақтан әкелінгендер. Ол лагердің қазір орны жоқ, бірақ жаңағы әлі күнге дейін әскери базының кейбір жаңағы жергілікті халықтың айтуы бойынша орындары бар, сосын құжат бар. Енді екінші ең үлкен осы лагерлер желісінің бірі
ол Безымян лаг. Безымян лаг 1940 жылы құрылған, біздің Батыс Қазақстан облысы мен Самара облысының шектес территориясында, қазіргі Жәнібек, Орда ауданының аймақтарында. Осы Безымян лагта Койбышев заводының құрылысына байланысты осы іске саяси қуғын-сүргіндерді тартқан. Яғни Безымян лагқа түскен тұтқындар 30 жылдардан бастап түрмеге қамалғандар 5 жылдан, 8 жылдан, 10 жылдан, 25 жылдан айыпталғандар. Олардың көбіне саяси айыпталғандар. Солар саяси айыпталғандар өзінің 10 жыл, 20 жыл, 25 жылға дейін жазасын өтеу үшін осы Безымян лагта жұмыс жасаған. Безымян лагтың территориясы әрине қоршалған бірнеше аумақталып жатырған барактардан тұрады. Онда да 5 мыңға дейін тұтқындар қазір біздің білуімізше ұсталған, бірақ одан да әлі көп болуы мүмкін. Бұл да Ресеймен шектес болғандықтан қазір Ресейде көп құжаттар сақталған, солармен байланыс арқылы сол құжаттарды тағы да жарыққа шығару мүмкіндіктері бар. Қазір осы қуғын-сүргін құрбандарын ақтау бойынша жұмыс тобының алға қойып отырған мақсаттарының бірі осы. Енді ең үлкен тағы бір лагерь желісі біздің Оралдағы, Батыс Қазақстандағы ол Алжирдің филиалы. Алжирдің бір желісі өзіміздің Оралда орталық түрменің жанында болған. Онда қуғын-сүргінге ұшыраған қайраткерлердің, тұлғалардың, адамдардың әйелдері ұсталған және олардың балалары ұсталған Салауат лагерь дейтін жұмыс жасаған. Енді біздер қазір тапқан Батыс Қазақстан облысы бойынша, мысалға ресми мәліметтер бойынша 1937 жылы біздің Батыс Қазақстан облысы бойынша 851 адам қуғын-сүргінге ұшыраған деп айтылады. Соның 131-і атылған, ату жазасына кесілген ресми мәлімет бойынша. Ал біздер қазір 1937 жылы 800-ден астам емес, 1000 адамның қазір тізімін анықтап отырмыз. 1938 жылы саяси қуғын-сүргінге ұшырағандардың саны 900-ден астам ресми мәлімет бойынша. Ал енді қазір біздер сол 38 жылы қуғын-сүргінге ұшыраған 2000-нан астам адамның тізімін шығарып отырмыз. Сонымен қатар осы 1938 жылы атылғандардың саны 500 деп айтылады. Енді олардың саяси қуғынға ұшырағандардың көпшілігі ақталғаны бар, ақталмағаны бар. Жаңағыдай тек қана 37 жылы 1000, 38 жылы 2000-дан астам адам. Бірақ жаңағы құжаттарды қарағанда көпшілік ақталмағандар анықталды. Осы жақында Батыс Қазақстан облысы бойынша аудандардың 14 ауданда болған НКВД конторлары мен лагерлердің желісі, еңбекпен түзету лагерлерінің картасын жасап шықтық. Мысалға, Шильная балка деген Бөрлі ауданында, одан басқа Феодоровка, Янайкино, Бударина дейтін жерлерде, Бөрлі ауданының орталығы Бөрліде болған НКВД конторлары мен еңбекпен түзету лагерлері. Оның ішінде енді осындай бір жергілікті халықпен сөйлесіп, конторы болған орындан анықтап, сол мекеменің жанынан атылған адамдардың тізімін анықтап, сондай қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді біздер оның толық ақпаратты, нақты статистикалық ақпаратты біздер орталық офиске дайындап жатырмыз. Қазір осы айдың ішінде ғана бұл тарихқа әлі белгісіз болған, әлі деректері ашылмаған 4 бірдей лагерь таптық осы Көкшетау облысының кезіндегі Зеренді ауданының маңайына ғана. Яғни ол лагерлерде мынау Үлгілі деген жерде, Ключи деген жер, сосын барып Приречное дейді, сосын барып Озерное деген. Енді қарап отырсақ, анау Үлгілі деген лагерде осы 2000-ға жуық тұтқындар болып, сол жерде Көкшетау аймағын білесіз ғой, ағашты, қарағайлы, қайыңды жер ғой. Сол ағаштарды вагон-вагонмен, өгізбен, арбамен Көкшетау қаласына тасып, одан вагонмен Қарағандының шахталарына жіберіп отырған екен. Шахталарға жер астында қойнауларын тіреуіш керек болған ғой, соған. Ал екінші Озерное деген лагерь таптық. Сол кезде 45 жылдар сонда соғыстан кейін Жапонның тұтқындары отырған. 2000-ға жуық, сол тұтқындар сол жерде су жаңағы әкелетін құбыр салған,
одан кейін барып сол жерде аэропорт болған шағын, олар кезінде сол 48 жылдары елдеріне қайтарылған екен. Ал мына Ключи деген жерде сол 5 жылға 3 жылға сотталған лагерь болған, ағаштың ішінде кәдімгідей. Қазіргі кезде біздер арнайы кал жаңағы центр, біздің орталық Дана зерттеу орталығымен байланысты жұмыс жасаймыз. Дана орталығынан арнайы үлкен бабалар мұрасы деген үлкен сайт ашылған. Сол ақпарат қолжетімді. Ондағы ақпараттар біздер өзіміздің шығарған тапқан мәліметтерімізді жариялаймыз, және бізге халық кері байланысқа шығып жатыр. Әсіресе осы кезінде қуғын-сүргінге ұшырап ақталмай қалғаны болсын, ақталып бірақ әлі күнге дейін бағасын алмаған тұлғалар болсын, солардың ұрпақтары бізге қазір көп хабарласады. Жаңағы әкесінің көмген жерін, немесе тұтқындалып кеткеннен кейін қайда болды ол, тағдыры қалай болды, іздеусіз қалған адамдардың ұрпақтары қазір өте көп жаңағы хабарласып жатыр. Осы зерттеу саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау бойынша зерттеу тобының жұмысында да үлкен жаңағы осындай қосымша бағдарлар бар. Қосымша, өйткені бізге де ол жеңіл, ұрпақтар өздері хабарласып жатса табуға оңай болады. Екіншіден, оларда жаңағы осы жұмыс тобының арқасында өздерінің атасы туралы, туысы туралы, әкесі туралы тағы басқа мағлұматтарды алуға мүмкіндіктері туды. Сондай жаңағы байланыс жасап жатырмыз, кері байланысты.